Махаббат қызық мол жылдар. Әзілхан Нұршайықовтың 1970 жылы шығарған романы. Шығарма екі жастың арасындағы махаббат туралы баяндайды. Автор соғыстан 12 мүшесі түгел болып келген жас солдаттың өмірі, ойларын жасырмай көпшілікке паш етеді. Оның 33 аудиторияда өзін гүлге толған бақта отырғандай сезінуі, қыздардың тастай қылып өрілген бұрымдарына көз салуы, достарын өз махаббатын табуы, болашағына жол ашып, өз жолын табуда тағы баяндалады. Автордың мақсаты Ербол мен Меңтай жақсы жігіт, білімді қыз екенін көрсетіп қана қою емес, солар арқылы халқымыздың бойындағы кейінгі ұрпаққа, арғы алыс болашаққа үлгі боларлық дәстүр, қасиеттерін сақтау. Сол қасиеттерді Меңтай мен Ерболдың бойына өлшеп піше отырып, жұртқа жарасымды үлгі ұсыну еді. Апамның айтқандары, өз ойларым, алтын діңгек дейтін ақыл тараулар және тағы да басқа осы пікірді нығайтуға қосымша түрінде енді. Автор Ерболды тілші болып жүргенінде барлығын сынап, ал соғыста қас батыр, еңбекте ер қылып көрсетеді. Роман Абайдың «Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кеттеу құрғырлар» деген өлең жолдарымен басталады. Журналист өзінің махаббат хикаясын баяндай бастайды. 1945 жылдың 14 қарашасы. Ербол Есенов Алматыдағы Қазақ университетінің студенті болып қабылданады. Сол күннен бастап оның махаббат кемесіне жол табуы басталады. 33 аудиторияда Ербол мен Жомартбек жалғыз жігіттер болатын. 30 шақты қыз ішінде қуы да, ақылдысы да, сұлуы да, өнерлісі де болады. Бірақ Ербол жанына ең жақын болғаны Меңтай. Ол ақылы көркіне сай сабырлы қыз. Ербол келгеннен оны ағай деп атап, ылғи жәрдемдесетін де осы болатын. Ербол уақыт өте келе Меңтайдың ақкөңілділігіне, ақылдылығына тәнті болып ғашық бола бастайды. Меңтай да ағайына ештеңе сездірмесе де Ерболға көңіл ауып жүреді. Ербол Меңтайға өз сезімдерін айтуда сескектенеді. Оған арнап 1-2 рет өлең шығарады. Осылай біраз жыл өтеді. Курстастарының алдында Ербол біраз ашылып, мұғалімі Мұхит Әуеновтың де алдында өз өнерін көрсетеді. Соғыс жайлы, сондағы оқиғалар жайлы Тоғжан деген новелласында баяндайды. Ербол өзіне сенімді де, адал достар табады. Көптеген оқиғаларды бірге бастарынан кешіреді. Аудитория ішінде қызықтар, сессия тапсыру, мұның барлығы студенттердің естерінде қаларлық оқиғалар. 1946 жылы өзінің жан досы, майдандас жолдасы қаза болды деп жүрген заманнан хат келіп, тананы сүйіктісіне жібереді. Ал 1947 жылдың жазында Меңтай туралы адам сенгісіз жайт естиді. Тұмажан Ерболға барлығын айтып береді. Оның үстіне Меңтайдың абырой арын кіреткен мақтан тұтарлықтай сезімді айтып отырып, Ерболдың ашуына тиеді. Ол біріншіден аймалап күтіп сүйіп жүрген аруы Меңтайды кірлетті. Екіншіден қыздарға қорғаныш болудың орнына оларды кемсітіп, қолданып қадірін түсінбейтіндігінде. Содан ол сессиясын тапсырып, Меңтай кеткен ауылға, яғни досы Майраның ауылына барады. Сол үйде екеуі тойларын өткізеді. Аз уақыттан соң Меңтай да жүкті болады. Ол жүрегінің астында Ерболдың баласын сақтап жүреді. Алайда ауруханада жатқанның 3 күні толғақ тартып бала да, Меңтай да о дүниеге аттанады. Ербол қатты қапаланады. Оған дәрігерлер Меңтай қалдырып кеткен күнделікті береді. Ол күнделікте Меңтайдың уайымы, ойлары, Ерболды шексіз сүйетіні туралы, мен өліп кетсем балама анасын есіне салып отыр деген сөздері хаттар жазады. Тана мен заман өздерінің 4 баласын екеуінің Меңтай мен Ербол деп атайды. Бұл әңгіменің ең жағымды жағы Ербол армандаған жұмысына тұруы және ең бастысы махаббатқа толы жылдарын Меңтаймен бірге өткізуі. Басқа түскен тағдырға жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға.